Солтүстік Қазақстан облысының Айыртау ауданындағы Имантау ауылын нағыз бағбандар мекені десе болады. Мұнда 150 отбасы гүл өсірумен айналысады. Жасыл желекті ерекше баптайтын жандар бір жазда 6 миллион данадай гүл өсіреді. Еңбекқор тұрғындармен Ермек Елберген кездесіп келді. Имантау ауылына келгенде мынадай жылыжайлар бірден көзге түседі. Бұл елді мекенді басқа ауылдардан ерекшелеп тұрғанда осы гүл өсіретін орындар. Және де бұндағы біраз үйдің жанында әдеттегідей қора қопсы емес, осындай жылыжайларды байқауға болады. Бірнеше жылдан бері гүл өсіруді кәсіп еткен Константин Валиевтің арнайы білімі болмаса да, гүл баптаудың қыр-сырын бір кісідей меңгеріп алған. Гүл әсемдіктің, нәзіктіктің белгісі, сондықтан оған ерекше баппен қарау керек дейді бағбан. Көктемде еккен жасыл желек қазір жайқалып тұр. В начале марта Наурыз айының басында тұқым саламыз. 3 күннен кейін әрқайсысын жеке-жеке көшет қылып егеміз. Гүл бір айда өсіп шығады. Ауа райы суық болғанда ағаш, көмір жағып, жылу береміз. Бұл гүлдерді тәулігіне бір-ақ рет суару керек. Қалғалы көп болса, шіріп кетеді. Имантаулықтар негізінен көгалдандыруға қолданылатын дала гүлдерін өсіреді. Сондықтан сауда мамыр айында қызады. Маусым кезінде гүлден нәпақасын айырған әр отбасы шамамен 2-3 миллион теңге табыс тауып қалуға тырысады. Қазір ауылда гүл азайған, көбі сатылып кеткен. Мы их стрижем, чтобы они были лучше. Мен қазір гүлдерді кесіп жатырмын. Бұл өсімдіктің қайтадан жайқалып өсу үшін істеледі. Мынау гүлдер өсіп кеткен, сондықтан ешкім сатып алмайды. Кескеннен кейін бір гүлдің орнына 3-4-і шоқ болып өседі. Имантау ауылындағы 900 отбасының 150-ден астамы осы гүл өсіруді кәсіпке айналдырған. Біреуде көп, біреуде аз. Барлығы бір маусымда шамамен 6 миллиондай гүл өсіреді. Уже лет, наверное, 10-12. 10-12 жыл бұрын Имантау ауылының бір тумасы осы кәсіпті ауылға алып келді. Өзі Нұрсұлтан қаласын көгалдандырумен айналысатын. Тұрғындарды үйретті, гүлдерді сатып алып отырды. Бұл кәсіп осылайша басталды. Имантауда өсірілген гүлдер бүгінде Нұрсұлтан, Қарағанды, Қостанай, Көкшетау қалаларында жайқалып тұр. Өсімдіктерді негізінен осы шаһардағылар сатып әкетеді. Биылғы маусым аяқталуға жақын, дегенмен жұмыс тоқтамайды. Тұрғындар жылыжайларды келесі жылға дайындайды. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Солтүстік Қазақстан облысынан.